исламофобияның түрлері туралы, исламофобия қандай топтарға бөлінеді, сол туралы тоқталатын боламыз. Оларды қалай танимыз? Белгілі ғалым Бумерц университетінің докторы Исмаил Букнур қазіргі исламофобиялық топтарды екіге бөліп көрсеткен. Біріншісі исламофобияны насихаттаушы тобы. Бұл топқа ислам дінін жамандайтын, мұсылмандарға тіл тигізетін, жалған ақпараттар тарататын, радикал атеистер, радикал евангелшілер және ислам дініне өшпенділігі бар кез келген адам топтар жатады. Екіншісі исламофобияны ұсынушы топтар деп аталады. Бұл жерде псевдодіншілдер, діннің атын жамылып жүрген топтар. Бұның ең әуелгісі хауаржидер, екіншісі соған қарсы пайда болған топтар. Ислам атын жамылып түрлі шектен тыс әрекеттер жасайтын псевдодіншіл топтар. Исламофобияны насихаттаушы тобы қандай қызмет атқарады? Яғни исламды жамандайтын топтар қандай қызмет атқарады? Исмаил Букнурдың айтуы бойынша, исламофобияны насихаттаушы тобына исламға қарсы ұйымдасқан арнайы жоспары бар және ислам дінін, мұсылмандарды жек көрінішті етіп көрсететін арнайы топтар. Бұлар негізі ұйымдасқан топтар. Әсіресе батыста көп қызмет атқарған. Мұсылмандарды жек көрінішті етіп батыста үркіту үшін жаңа әдістемелерді, идеяларды таратуға оған үлес қосатын адамдар тобы. Бұл топтарды сіздер қазір әлеуметтік желілерінде көре аласыздар. Олар ұйымдасқан топ, арнайы қаржыландырған, мақсаттары еліміздің тұрақтылығын зиян келтіру, қоғамның тұрақтылығына қауіп төндіру. Олардың белгілері дейді. Аталмыш топтардың кейбір мәліметтерін Америкада өткен Америкадағы ислам дұшпандық әрекеттеріне шолу, исламға апаратын жолдар атты исламға қарсы өткізілген конференциялардан көруге болады дейді. Бұл материалдар Исламофобия in Америка деген еңбекте толық жазылған. Сонымен қатар 1996 жылы өткізілген Исламофобия бәріміз үшін сынақ атты баяндамада исламофобиялық топтардың негізгі мақсаттары былай деп көрсетіледі. Арнайы 8 қағидасы бар. Біріншісі, бұл топтар исламды заманауи өзгеріске еруді қаламайтын, дамуға ілескісі келмейтін, дамудан артта қалған, сондай орта ғасырлық бір идея ретінде насихаттайды. Мысалы, бүгінгі әлеуметтік желілер қарасаңыз, ислам туралы айтылса орта ғасыр деп айта береді. Бұл бірінші исламофобияның ең бірінші насихаттайтын тобы. Бұл топ неше жылдан бері арнайы орталықтардан, қаржы орталықтарынан қаржыландырылып отырған осы идея үшін көптеген қаражаттар бөлінеді. Екінші белгісі, исламды басқалардан ерекше етіп көрсету, оны мәдениеттен алыс, ешқандай құндылық жоқ деп көрсету. Яғни мәдениеттен адамзат құндылығынан алыс етіп көрсетеді. Негізі исламда тұнып тұрған құндылықтар бар екенін олар біледі. Ең бірінші ата-анаға жақсылық жасау, көршіге жақсылық жасау, тұнып тұрған жақсылықтардың бар екенін біледі. Солардың бәріне көз жұма тұра өздері ойлап тапқан ақпараттар табады. Сондықтан ислам туралы айтылған кезде, оның ішінде ислам дінінің пайғамбары туралы айтылған кезде, мұсылмандар туралы айтқан кезде, мысалы мұсылмандар алаяқтар деген сөз айтылды. Соның барлығы осы исламофобияның негізгі белгілері болып саналады. Үшіншісі, ислам өзге өркениеттерге қақтығысқа негізделген, лаңкестікке негізделген, зорлық-зомбылыққа негізделген деп насихаттайтын ұрандар. Яғни агрессивті ислам деген не десе, агрессивті адамдардың жиынтығы, әлемге төнген қауіптің көзі деп насихаттайды. Бұны да әлеуметтік желілерден көресіздер. Ислам деген осылай, ислам деген пәлен адамды өмірін қиған деген жалған ақпараттар. 100% жалған ақпараттардан құралған. Бұл исламофобиялық
Бұндай ақпараттарды көрсеңіз, біліңіздер, елімізде исламофобиялық ақпараттарды таратуға арнайы қаржы бөліп, түрлі топтар жұмыс жасап жатқанын біліңіздер. Төртіншісі белгісі, исламды өзге мәдениеттерден төмен етіп көрсету, исламды жабайы, озбырлықтың белгісі ретінде көрсету. Әсіресе шығыс әлемі жаңағы ислам мұсылман қауымы батыстан төмен деген ақпаратты көрсету, яғни мұсылмандарда ғылым жоқ, мұсылмандарда білім жоқ деген ақпараттарды көбінен айта береді. Негізі ғылым дінге, сенімге байланысты емес. Кім ізденсе, кім талаптанса, ғылымға қол жеткізеді. Мұсылман адамның ғалым болуына, ғылым ізденуіне ешқандай бір сенімі кедергі келтірмейді. Алайда осы ақпараттарды насихаттау, яғни мұсылмандар жабайы етіп көрсету, озбырлықтың белгісі ретінде көрсету үшін арнайы ақпараттар салады. Бесінші бағыты, ислам өкілдерін өзгелерге қауіп төнетін қауіптің көзі ретінде көрсету, батыс ұсынатын кез келген сын пікірлерден бас тарту. Яғни бұл жерде мұсылман қауымы бір пікір айтып жатса, құрметті халайық, бір мәселеге келісейік деп айтып жатса, мұсылман қауымының айтқан кез келген ұсынысынан бас тарту. Яғни біз ортақ қағидаға бағынамыз, бір шешімге келейік дейтін болса, кез келген ұсыныстан бас тарту. Яғни оларды игнор ету әрекеттер. Бүгінде мұсылмандар анандай, имамдар мынандай деп ақпараттарды айтып жатады. Алайда бір жақсы ұсыныстар айтып жатса, оларды айналып өтеді. Бүгінгі қоғамда болып жатқан мәселе. Бұл исламофобияның негізгі бағыты, 5-ші бағыты. 6-шы жоспары, мұсылмандарға деген дұшпандық сезім мен өшпенділікті заман талабына сай қалыпты жағдай ретінде көру. Яғни бір жерде мұсылмандар зәбір көріп жатса, жұмыстан шектетіліп жатса, қоғамда сөз естіп жатса, оны бір қалыпты жағдай ретінде. Мысалы, біреу сырт көрінісі үшін, сенімі үшін қоғамда өзгелерден зәбір көріп жатса, шектік көріп, шеттетулік көріп жатса, екінші адам ол қалыпты бір жағдай ретінде қоғамда қалыптастыру үшін арнайы жүзеге асырады. Осындай жоспарлар бар. 7-ші, мұсылмандарды қоғамнан алшақтату, оқшаулау, шеттету әрекеттер, әсіресе жұмыстан алыстату, жұмыста кемсіту, қоғамда олардың төмендету көріністерін, сенім үшін шеттету, көрінісі үшін сендерде сондай екен ғой деген сияқты түрлі себептермен кемсітушілікке, исламға қарсы өшпенділікті көрсету. 8-шісі бұл өте қауіпті мәселе. Бұл 8-шісі бұл түрлі түсті революция. Сондықтан да біз айтамыз, исламофобия бұл түрлі түсті революцияның негізгі қозғаушы күші деп айтамыз. Әскери, саяси мүдделерге қол жеткізу, саяси идеологияны күшейтуген бұл жерде төңкерістер. Исламофобияның негізгі ең соңғы нүктесі бұл қоғамның тұрақтылығына қауіп төндіру және қоғамда төңкерістер жасау. Бұл қалай болады десе, зерттеуші айтты, ғалым 2 бағыты бар деді. Біреуі сырттан, екіншісі іштен жұмыс жасайды. Іште дін атын жамылған топтар өте белсенді әрекет етіп жатады. Екіншісі сырттан жамандап жатады. Осы екеуінің қақтығысы қоғамда зардаптарға алып келеді. Мысал ретінде айтатын болсақ, Францияда карикатурада жариялағаннан кейін ислам дінінің атын жамылып жүрген кейбір топтар бар, бұл жерде шабуыл жасады. Сол әрекетті мұсылмандардың әрекеті ретінде көрсетіп, қоғамда дүмпу туғызды. Осындай негізгі ұстанымдар, 8 ұстанымы бар. Бұл 8 ұстанымын сіздер жаттап алуларыңыз керек. Егер әлеуметтік желілерден көрсеңіздер,
бұл исламофобияның бірінші бағыты, бұл екінші міндеті, бұл тіпті 8-ші міндеті деген сияқты сіздер ажырата алуларыңыз керек. Исламофобияны ұсынушы топтар, Исмаил Букнурдың айтуы бойынша, бұл топтарға исламофобия ықпал ететін және мұсылмандарға тікелей немесе жанама зиян келтіретін топтар, яғни исламофобияны ұсынушы топтар. Қалай ұсынады десе, өздерінің іс-әрекетімен өзін мұсылман ретінде көрсетеді, алайда псевдо-исламдық топтар, радикал бағыттағы мұсылман топтар. Бірінші, мұсылман топтар мен секталар. Олардың нанындағы теріс маргиналды әрекеттер мұсылмандар жатады деп көрсеткен. Яғни бір топ шығады, біз Құранды былай түсінеміз деген сияқты әрекеттер етеді. Құранның атын пайдаланады, хадистің атын пайдаланады, және ахли сүннаның атын пайдаланады. Мұндай топтарды біз қалай ажыратамыз десек, ислам дінің жаңағыдай псевдо-исламдық топтар, ислам атын жамылған кез келген топтарда не хавариждік болады, не шиалық болады, немесе муътазилалық болады. Ол үшеуі де болмаса, батыс ғалымдар жаңағыдай ориенталистік ғалымдардың қойып берген жасанды сенімдері соның негізге сенеді. Үшіншісі жаңағыдай атеизм, бесіншісі атеизм. Негізгі осыларға сүйенеді. Біріншісі хавариждік топтар, біз оларды білуіміз керек. Екіншісі шиалық топтар, үшіншісі муътазилалық топтар, төртіншісі бұл шығыстанушылар тарапынан арнайы жасалған топтар болып табылады. Исламофобияның бұл бағыты исламофобиялық ақпараттарды насихаттауға тырыспайды, яғни мұсылмандарды жамандамайды, немесе сенімін айыптамайды, алайда өздерінің наным сенімдерімен, әрекеттерімен, мінез құлықтарымен өзгелерді ислам дінінен бездіруге тырысады. Бұл енді хавариждердің әрекеттері, шектен шыққан террорлық топтар, ислам атын жамылып жүрген террорлық топтардың іс-әрекеттерінен сіздер бұны көрдіңіздер. Яғни іс-әрекеттерімен өзгелерді ислам дінінен алыстатуға тырысады. Исламды жек көрінішті етіп, көрсетуді ықпал етудің арқылы исламофобияға үлес қосады. Және өзгелер осы міне сендердің мұсылмандардың әрекеті ғой деп айтады. Келесі исламофобиялық құралдар. Исламофобиялық құралдар бұл жаңағы бірінші топ. Исламды жамандайтын топтардың негізгі топты. Әлемдік исламофобия кең тараған телебағдарламалар, ток-шоулар, журналдар, мысалы қайбір кезде арнайы актрисалар да белсенді араласты. Бақ құралдары арнайы қоғамдық қор ретінде құрылып, бүгінде жұмыс жасап жатыр. Ресми сайттар, әлеуметтік желілер, тағы басқа ақпарат құралдары орасан үлес қосып келеді. Бұқаралық ақпарат құралдарында, киноларда исламофобияны ілгерілетуде үлкен рөл атқарғандығын, көрермендер санасына мұсылмандардың бейнесін қалыптастыруға тырысқандығы, мысалы Голливудтың орны жайлы Джек Чаханың Голливуд араб мұсылмандарының имиджін бұзды атты еңбегіне танысуға болады. Джек Чахин атты зерттеуші өз еңбегінде 1000-ға жуық Голливудтық фильмдерді зерттеп шыққан. Сол кезде террористердің бейнесі қандай болады, 20 жылдан астам зерттеу жүргізген. Осы исламофобиялық ақпараттар мұсылмандарға осы 1000 видеоны көріп шыққан адам ислам дініне мұсылмандарға деген дұшпандығы, өшпенділігі өздігінен оянатындығын айтып өткен. Одан бөлек ислам Америкаға жетті деп аталатын арнайы еңбектер жазылған, ислам әнді терроризм деген еңбектер жазылған, өте көп деген еңбектер жазылған исламофобияны дамыту үшін. Бүгінгі әлеуметтік желілер, бұларды не үшін айтып жатыр десеңіз, бүгінгі әлеуметтік желілерде насихатталып жатқан ақпараттардың барлығы осы ақпараттардың алынып кезең-кезеңмен насихатталып жатады. Және тағы бір ерекшелігі, исламға қарсы әрекет ететін шектен тыс ұйымдар бар. Олардың ішінде патриотты европалықтар,
батыстың исламдауына қарсы деген ұранмен шыққандар, Германияда болған, өте көп Америка үшін Act of America деген сияқты террористік ұйымдар бар. Бұлардың көпшілігі біріккен ұлттар ұйымының шешімімен террористік деп табылған. Қазірге осы